Құрметті Шымкент қала тұрғындары, мен жаңа өзім осы қаладағы барлық посттарды, қаладағы қызметкерлеріміздің жұмыстарын аралап қайтып келіп, мына жедел басқару орталығынан дағы да қарап отырмыз. Қалада өздеріңізге белгілі қалыпты жағдай орнатылған, жұмыс істелініп жатыр, қала өз тіршілігімен өмір сүріп жатыр. Өздеріңізге белгілі қалаға орнатылған 3,5 мың камералар жұмыс істеп жатыр. Олмен біз қаланың бәрін қадағалап, қоғамдық қауіпсіздікті сақтап отырмыз. Өздеріңізге және де белгілі кептеліс көп болатын 29 бекет, ол жерде де біздің қызметкерлер жұмыс істеп жатыр. Қала халқына біз үлкен алғыс айтамыз. Өйткені сол жерде тұрған біздің қызметкерлерге біздің қала халқынан жасақтар көмектесіп, қоғамдық тәртіп сақтауға үлкен көмегін арттырып жатыр. Оған үлкен алғысымыз шексіз. Және де учаскелік пункттерді аралап қайттым. Ол жердегі де жұмыс бір қалыпты жұмыс істеп жатыр. Ол жерде де жасақтар біздің қызметкерлерге көмектесіп жатыр. Және де өздеріңізге белгілі, осы күнге дейін биылдың өзінде жол көлік оқиғалары қалада 3 есеге азайған. Былтырмен салыстырғанда 2021 жылы 4 адам жол көлік оқиғасынан қайтыс болса, ал 2022 жылы 1 адам. Ал дене жарақатын алу 2021 жылы 3 болса, 2022 жылы 1. Біз осы жұмысты ары қарай жалғастырамыз сіздердің көмектеріңізбен. Осы тірліктердің бәрі, жетістіктердің бәрі сіздердің біздермен бірлесіп істеген жұмыстың арқасында. Сондықтан сіздерге алғыстарымыз шексіз. Осы жұмысты ары қарай жалғастырып, қоғамдық қауіпсіздікті сақтауды сұранамын.